Адам санасына күн сайын көптеген идеялар келеді. Ал көпшілігі сол идеяларды орындауға асықпайды, немесе кейінге қалдырады. Неге? Бүгінгі видео осы жайлы болады. Ең алдымен каналға тіркеліп, қоңырауды басуды ұмытпаңыз, және видеоны соңына дейін көріңіздер. Бастапқыда сізге бір идея келіп, оны жасауға құлшынысыңыз оянады. Сосын өзіңізге осыны жасай бастаймын деп уәде бересіз. Бірақ бірнеше күн өтеді. Соңында сіз ештеңе бастаған жоқсыз. Енді оны тіпті жасағыңыз да келмейді. Осылайша жоспарларыңыз басталмай жатып аяқталады. Сізге идея келсе, демек сол идеяны жүзеге асыруға энергияңыз бар деген сөз. Бірақ көптеген адамдар сол энергиясын мақсатты жүзеге асыруға емес, қолымнан келе ма, келмей ма деген сияқты күмәнді ойларға жұмсайды екен. Бұның себебін Бодо Шефер алғашқы 72 сағатта бірінші қадам жасамаумен байланыстырады. Бодо Шефердің айтуынша, кез келген идеяны жүзеге асырғыңыз келсе, 72 сағат ішінде алғашқы қадамды жасап үлгеруіңіз қажет. Ал егер алғашқы 3 күнде ештеңе жасалмаса, онда ол идея ешқашан жүзеге аспай, жай арман болып қалуы мүмкін. Мақсатқа кішкентай, әрі қиын емес бір қадам оған жету ықтималдылығын бірнеше есе арттырады. Бұл жерде істі соңына дейін жеткізудің қажеті жоқ, бірақ алғашқы қадамдарды жасау өте маңызды. Психологтар біздің түпкі санамыз жоспарларымызды, тілектерімізді, армандарымызды маңызды және маңызды емес деп бөледі дейді. Ал 72 сағат осы жоспарларыңыздың сізге шын мәнінде маңызды екенін, оны жүзеге асыру үшін іс-әрекеттеріңізбен дәлелдеуге тура келетін уақыт кезеңі. Миды жетістікке сендіру үшін кем дегенде шағын қадамдардан жасау керек. Сонымен осы 72 сағат ішінде не істеуіміз керек? Бірінші, қажетті ақпараттарды табыңыз. Мысалы, егер сіз спортпен шұғылдануды шешсеңіз, сіздің аймағыңыздағы фитнес-клубтар, спорт алаңдары қай жерде орналасқанын біліңіз. Егер сіз мұның бәрін жасасаңыз, спортпен шұғылдану мүмкіндігіңіз бірнеше есе артады. Екінші, уақытыңызды жоспарлаңыз. Идеяңызды жүзеге асыруға уақыт белгілеңіз. Үшінші, дайындалыңыз. Сіз сурет салуды үйренуді шештіңіз делік, бірақ бояулар да, альбом да жоқ. Өзіңізге қажет нәрсенің бәрін сатып алыңыз. Егер сіз ағылшын тілін үйренуді шешсеңіз, курсқа алдын ала жазыла аласыз. Төртінші, жауапкершілік алыңыз. Мұны істеудің көптеген жолдары бар. Мысалы, барлық достарыңызға қандай да бір идеяны жүзеге асыру жайлы ниетіңізді айтсаңыз болады. Өзіңізге сыйлық немесе жаза тағайындаңыз. Мерзімін белгілеп, мақсатқа жету үшін жұмыс басталған жағдайда өзіңізге сыйлық немесе белсенді әрекет болмаған жағдайда жаза беруге уәде беріңіз. Алтыншы, байқап көріңіз. Иә, жай ғана көріңіз. Сіз бірдеңе жасағыңыз келген бойда онымен айналысыңыз. Егер сіз сәтсіздікке ұшырасаңыз, немесе өте нашар жұмыс жасасаңыз да, сіз жұмыс істей бастадыңыз. Сіздің табысқа жету мүмкіндігіңіз артты. Көріп отырғандарыңыздай, мұның бәрі өте қарапайым қадамдар. Оларды әркім жасай алады, әрі қиын болмайды, және көп уақытты қажет етпейді. Егер сіз осы кеңестерді орындасаңыз, нәтижесі сізді шынымен де қуантады. Егер видеоны соңына дейін көрсеңіз, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз.